Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең сұрақтарын дайындадым. Яғни ең үлкен, әлемдегі ең кішкентай, ең ұзын, ең қысқа деген сұрақтар болады. Олай болса, дайындаламыз және де бастаймыз. Қызықты сұрақтарымызға кіріспес бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін көруіңізді сұраймыз. Олай болса, бірінші сұрақ. Әлемдегі ең үлкен материк. Жауаптары: Австралия, Еуразия немесе Африка. Қайсы деп ойлайсыз? Жалпы бізде әлем бойынша 6 материк бар, білесіздер. Сол 6 материктің ең үлкені әрине бұл бізде Евразия. Біз мекендеп жатқан Еуразия үлкендігі 54 миллион квадрат километр екен. Екінші сұрақ: бұл бізде әлемдегі ең кішкентай құс. Жауаптары: страус, колибри немесе шымшық. Ойланамыз, бұрынғы мектепте өткен программаны есімізге түсіреміз. Әрине, бұл бізде колибри. Колибридің салмағы 1,5 граммнан басталады екен. Үшінші сұрақ: әлемдегі ең ұзын тау. Ұзын дегенге назар аударайық, ол бізде Алатау болуы мүмкін, Гималай немесе Анды. Сіздердің жауаптарыңыз қалай? Ең ұзын бұл бізде Анд тауы, оның ұзындығы 9000 километрді құрайды екен. Үшінші сұрақ: бұл бізде әлемдегі ең үлкен көл. Каспий, Байкал немесе Арал. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Подсказка ретінде бұл көлдің бір бөлігі біздің мемлекетімізде бар. Дұрыс жауабы ол Каспий. Каспийдің үлкендігі 390 000 квадрат километр екен. Келесі сұрақ: адамның ең үлкен дене мүшесі. Бірінші аяқ, екінші тері, үшінші өкпе. Қайсысы дұрыс деп санайсыз? Дұрыс жауабы бұл бізде әрине аяқ емес, өкпе емес, ол тері. Өйткені адамның ең үлкен, ең ауыр мүшесі бұл адамның терісі болып табылады. Келесі сұрақ: әлемдегі ең үлкен өрмекші. Шаян, қарақұрт немесе кене. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Яғни өрмекші болғандықтан бұл сұрақтың жауабы яғни шаян. Оның енінің өзі 2 метр екен. Есте сақтап алатын нәрсе. Алтыншы сұрақ: ең алғаш футбол пайда болған мемлекет. Бразилия, Англия немесе Испания. Әсіресе ер азаматтар білуі тиіс бұл сұрақты. Ең алғаш футболдың пайда болған мемлекеті бұл бізде Англия. Яғни Англияда ең бірінші футбол пайда болды. Келесі сұрақ: ең суық планета қандай? Шолпан, Плутон немесе Юпитер. Негізі жалпы бізде 9 планета бар, білесіздер. Ал осының ішінде ең суығы бұл Плутон. Ондағы градус минус 235 градус Цельсийға барады екен. Келесі: әлемдегі ең ұзын жылан. Анаконда, торлы питон немесе қара мамба. Естігендеріңіз болса, қайсы вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланайық. Яғни торлы питон ұзындығы 10 метрден асады, жалпы салмағы 150-ден 270 килограммға дейін барады екен. Келесі: ең суық жер бұл бізде Антарктида, Африка немесе Азия. Бұл сұрақты барлықтарыңыз білулеріңіз керек. Яғни біздегі ең суық жер барлығымызға белгілі, бұл бізде Антарктида. Ол жақтағы градус минус 83 градусқа дейін барады екен. Келесі: ең биік ағаш әлемдегі. Сириус, секвойя немесе шырша. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Немесе естігендеріңіз бар ма? Әрине секвойя ағашы, оның ұзындығы 100 метрге дейін барады екен. Келесі: ең қауіпті ел. Сирия, Ауғанстан немесе Палестина. Қай ел деп ойлайсыз? Логикаңыз қайсысын айтып тұр?
яғни Ауғанстан. Өйткені ең кедей мемлекет 1978 жылдан бастап әлі күнге дейін соғыс болып келеді осы мемлекетте. Ең кішкентай мемлекет әлемдегі қайсы деп ойлайсыз? Перу, Ватикан немесе Литва? Бұл жерде дұрыс жауабы Ватикан. Ватиканда 2019 жылғы санақ бойынша адам саны 835 адамды құраған, ал шаршы метрі 0,14 құрайды екен. Ең үлкен планета қайсы деп ойлайсыз? Юпитер, Сатурн немесе Меркурий? Ең үлкені 9 планетаның ішіндегі. Бұл бізде Юпитер. Юпитер ең үлкені болып саналады. Құрлықтағы ең жылдам жануар, ең жылдам жүгіретін жануар жолбарыс, қабылан немесе жылқы? Қайсы деп ойлайсыз? Қай жануардың шапшаңдығы өте тез деп ойлайсыз? Әрине, бұл жерде дұрыс жауабы бізде қабылан. Қабылан 100 км сағат, яғни сағатына 100 км сағатта жүгіреді екен. Осымен қызықты сұрақтарымыз аяқталды. Сізге қай сұрақ ең қиын болды? Комментарийға жаза кетіңіз, және де менің каналыма міндетті түрде лайк, подписка жасауыңызды сұраймын, өтінемін.